Жастайымнан қызықтым, және де ұлттық қауіпсіздік комитетінің өзім жұмыс істегім келді кішкентайымнан. Сырттан келген адамға қиындау болады да, біріншіден әскери өмір. Сол жағынан кішкене қиыншылықтар туындайды адамға. Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара академиясы бар. Сол жерде 4 жылдық оқу орны, сол жерде дайындап шығарады біз офицерлерді. Осы лауазымда 1 жылдай уақыт болды жұмыс істеп жатқаныма. Әуежай өзіміздің екінші үй болып кеткен сияқты. Бұл қызметке келгеніме 10 жылдан асты шамамен. Негізі біздің өзіміздің монументте жазылған өзі. Туған жердің шекарасын әркімге бұйырмайтын бақ деп. Сол себептен осында жүрген шығармыз деп ойлаймын. Көптеген заң бұзушылықтар тіркелді. Көші-қон заңнамасын бұзғандар, және де екі елдің азаматтығын алғандар болды. Сол сияқты көптеген күнделікті заң бұзушылықтар болып жатады. Ең алдыңғы мақсат біздің осы шекара нарядындағы құжаттар мен адамдарды тексеру. Бұл жерде құжаттар тексеріледі, және адамдарға байланысты олардың тұрған шектеулері тексереміз. Ол жаңа қарызы бар адамдар, және де іздеуде жүрген тұлғалар. Мемлекет шекараны күзету әрине қиын. Күні-түні осы мемлекет шекараны күзетуін бұзылуын болдырмау, әрине тұлғалардың өте көп мемлекет шекараны кешу өтуі, келуі, кетуі, шетел азаматтардың көп келуі, Қазақстан азаматтардың көп шетел мемлекеттеріне шығу, солардың бәрін қадағалап, жаңа тізім бойынша тексеріліп, ол жаңа оңай іс деп ойламай, ауыртпашылық болады. Сирек кездеседі. Ол негізі өзіңіз білесіз, адам жолда шаршайды, ұшып кетеді, 2-3 сағат тұрады. Мен себептерін білмейміз ғой, дегенмен адам кішкене шаршайды, сол шаршағандықтан кішкене бізге келіп тірелгенде кішкене тез өтіп кеткелері келеді. Енді менің өмірімде ол менің жұмысым ең маңыздысы. Екіншіден ол мемлекетке қызмет еткенім. Және туған-туғаларымның, туған-туғаластарымның, өзімнің отбасымның тыныштығы. Жалпы осы кинология қызметінде келе жатқаныңызға қанша жыл болды? Қанша жылдан бері қызмет етіп келесіз? Өзіңіздің қызметіңіздің ерекшелігі қандай? Мен негізі осы шекара қызметінде қызмет атқарғаныма 2009 жылдан бастап жұмыс істеймін. Азаматтарды тексереміз, ұшып келу, ұшып кету залынан қол жүктерін тексереміз. Алып кететін, алып келуге тыйым салынған заттар Қазақстанға кірмес үшін, Қазақстаннан шықпас үшін мысалға алған кезде есірткі заттары, сондайларды тексереміз. Қазір жаныңызда тұрған ит туралы айтып беріңізші, аты қандай, жаңағы тұқымы қандай болды? Иттің лақабаты Турандоп, пародасы лабрадор, 2021 жылы туылған. Ит адамның досы дейді ғой, как досың сияқты болып кетеді ғой. Әріптес ретінде қарай аласыз ба? Әріптес ретінде. Әлде көбірек дос ретінде болады? Көбірек дос ретінде шығар. Көп уақыттың досы негізі жұмысқа келгенде дос. Итпен бірге өткіземіз ғой біз. Жиі жаттығулар өткізіп тұрмыз. Егер адамның қалтасында или несінде қол жүгінде есірткі заты болатын болса, арнайы белгі береді. Отырады, немесе жатады. Бұл адамды тексеру керек деген белгі уже бізге. Сонан кейін дальше уже тереңдеп тексеру басталады. Сол адамның қол жүгі болсын, өзі болсын. Өзіміздің осы арнайы кәсіби мерекеміздің қарсаңында барлық шекарашыларды осы мейраммен шын жүректен құттықтаймын. Отбасыларына амандық, барлықтарына дендеріне саулық. Тек жақсылық болсын дегім келеді. Шекарамыз мығым болсын дегім келеді. 18 тамыз шекарашылар мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Отбасыларыңызға амандық, денсаулықтарыңыз мықты болсын, шекарамыз берік болсын. Осы келе жатқан 18 тамыз біздің шекарашылардың күні болып есептелгенмен, барлық шекарашыларға отбасыларына бақыт береке тілегім келеді, және де жұмыстарында тек қана табыс болсын.
қиыншылық болмасын, ауыртпашылыққа қарамастан тек қана төзімділік тілеймін. Мереке құтты болсын деймін. Отбасыларына амандық, денсаулықтары мықты болсын.